ислам ағай бар ғой маған ұсыншы. Сізге өмір немен қызық? Бір рет көрдім. Құрметті достар, сіздермен бүгін Ия шоу. Бүгін бізде қонақта кім? Наско Зиома, Назеге Нұржан. Қош келдіңіз. Қош көрдік. біздің Ия шоудың форматы, негізі аты осы қазір қойылып отыр, Ия шоу. Бізде негізі сұхбат тек қана андай қызық форматта өтеді да, көңілге тиіп кетуге де болады. Сәл-пәл ренжіп қалу дейтін нәрсе болмасын, енді сәл Басынан келсін. басынан келісе алайық. Ренжіп қалатын бар негізі. Балаларды ем қойып қорқыту дейтін нәрсе жоқ. Мен евреймін ғой достар. Сұрақты бастайық онда, ол сұрақтан айналып өтейік. Өзіңіздің ат жөніңізді, қандай осы Тұран колледжінде қандай лауазымда жұмыс істейтініңізді, және де не қызық, сол туралы айтсаңыз. Мен бәріне сәлем, қайырлы күн. Менің есімім Бекман Назерке Нұржанқызы. Мен осы Тұран колледжінде физика, информатика пәні мұғалімімін. Не қызық болғанда, жалпы студенттердің өмірі қызық негізі. Күнделікті немен айналысады, бос уақыттарын қалай өткізеді дейді. Соның бәрін қадағалап жүрсіз? Қадағалап жүрген жоқпын, бірақ былайынан Инстаграмнан, TikToктан көреміз деген. Аңдайсыз болсын. Иә, өсекші деген осы. Студенті Білет, аңдайды бар ғой. Сізге өмір немен қызық? Сұрақ таппыш? ешкім білмейтін вообще анаңыз қасыңыздағы досыңыз білмейтін секрет айтсаңыз. Қандай көп? Я шындық. Өтірік емес. Ешкім білмейтін. мектеп кезінде бір рет көрдім. Вау! Эй, кім ол? Ондай нәрсе менде болмаған. Есть под Оренбургом фонтанчик черный. Қазір ана камераны көріп тұрсыз ғой, иә? Ана краш көзқарас дейтін бар ғой. Қыздарға не деп айтатынын білмеймін. Ана не деп айтады қыздарға дегенде? Жас береді. Бір кете беремін. Иә, музыка өзіміз қойып аламыз. Біз қарауымыз керекпіз. Үшеуміз бір. Сен бірінші көрсетіп жіберсей камераға. Жоқ, үшеуміз бір. Сіз ақырып, бір, екі, үшінші, үшеуміз Оның бар. қайсысын бүйтіп көрсете алмай қалды, бір-бір өтіп көрсете. Бұл көрсетеді. Жоқ, сізден давай бастайық, біз Назеге Нұржанымыз типа қалай десеңіз қайтамыз. Мен сендер теңді давай. Да, жоқ сізден давай. Бір, екі, үш. Екеуміз көрсетейікші. Айтыңыз. Когда водила протянул аукс, все мои волки делают Енді бізде келесі сап студенттерге айтатын ең көп сөзіміз. Ең көп мысалы. Апай деп айтма. Не үшін сол апай деп айтпадым. Ұнамайды. Негізі оқытушы мұғалім аты жөнін айту керек. Біз мектептен жоғары білім ордасында болғандықтан мұғалімді оқытушыны аты жөнін айтамыз. Түсінікті. Не себепті түн сағат 3-4 келдің тиктокта отырасыз деген. Аңдайсың ба? Аңдайды. Бұлар да мені аңдайды. В основном жұмыс істеп отырған кезде отырамын. Тикток сізге пайда әкеліп отыр ма қазіргі таңда? Жоқ. Неге? Онда отырасыз 3-4 сағат түнімен ұйықтамай. Иә, мысалы белгілі бір жұмысты аяқтау керек болады маған. Мен оны түнде ұйықтап қалмас үшін тиктокты жаныма қосып қоямын. Жоқ. Тикток болмаса да ұйықтап қаласыз ба? Иә. Апайларға үйлену. Ана қасында біз серік іздеп жатқан сияқты. Сондай жатқан сияқты. Басыңыз бос қой негізі, иә? Соңғы отношение қай уақытта болды? Болмаған. Не үшін? Хотя бы сөйлеспегенсіз ба жігіттермен? Жоқ, сөйлескен, бірақ болмаған. Мен отношениеге дейін жеткізбейтін әдетім бар. Кім қойшы, қарағым, настроениемізді бұзбашы. Осы біздің колледждегі ұжымдастардың ішінде жақын дос дейтін болды. Топ 3-ке бөледі. Үшеуін айтыңыз. Бірінші, екінші, үшінші. Кімдердің жақсы араласасыз? Ешкім ренжи қоймас, әлде? Ешкім ренжи қоймас. Айдана Асхатқызы, Меруерт Талғатқызы. Сіз шығарыңыз. Ой, керемет. Зиян заттар бар, немесе пайдалы заттар бар. Ең көп қолданылатын деген секілді. Иә.
типа бос уақытты неге көп құртатын иә телефон шығар зиянды деп ойлаймын пайдалы сіз 97 жылғысыз негізі жоқ айтып кетесіз. Не үшін өз мамандығыңыз таңдадыңыз? Қызықтыңыз ба? шыны керек қызыққан жоқпын үйдегілер таңда деген кеңес айтты қай жерде оқыдыңыз қарағандыдан көріп отырса не істейді Лайк басып кетсін. анау апайдың чепрек тиктоктарын көрсетесіңдер ғой ма сен монтаж етуде жақсы видео шығарып Ашық көзбен қарашы тек маған ғана кешіксең де күтем мен бір өзіңді кім ренжі болмайды дедіңдер Болды, ішеміз. мен бөліп жағым келмейді қазіргі нәзірге қандай 10 жыл бұрынғы нәзірге қандай жоқ ештеңе өзгермейді өкінбейсіз ғой жоқ өкінбеймін ештеңе Ал өзіңіздің осы өміріңізден алдағы 10 жылдық өмірде қандай нәрсе күтесіз өзіңізден? иә арман мақсаттар туралы неге жеткіңіз келеді ең бірінші мақсат қандай ең бірінші мақсат үй көлік алу 10 жылдан өтіп вай мынандай бір элантырда өзімде трехкомнатный квартирасы бар ай 097 наз 17 дейтін нөмірмен кетіп барады жоқ ондай емес мен нөмірін Сондай. қойғанмын уже сондай мен просто қыздарды ұрмайды дедім ба Жиырма жеткіздің бірақ сен кесіріңнен андай көбісі негізі қашып жатыр бізден осындай сұхбат беруге ше неге білмеймін андай біз жек қоятын сияқты ма әлде до конца андай басынан сеп деп жатыр ма білмеймін бірақ сен де андай кешіріңіз сөзіңізді бөлгеніме Жоқ, кешіріңіз. анандай не ғой тосыннан бүйтіп басқаша бір өзіне жақпайтын сөзіңізді айтып бөлгеніміз қалады. үшін кешірім сұраймын сізден де Мгм. просто кешірім сұрағым келді да сөзіңізді бөлгенім үшін сондай деп ойлайтын шығар көбісі тосыннан өзіне ұнамайтын нәрсені айтып қалады. бізде бірінші жаста төл басаға келді ғой екінші жаста әзірге апай бар Не апман сұрақ емдегесін? Жоқ, қоямын ба? бөлісеміз Ұқсат бізге. алдағы уақытта неше уақыт жобасында тұрмысқа шығамын деп отырсыз құтыламай айтқан жоқ Неге? 3 жыл Неге жағдай емес? шығар қазір тұрмысқа шығуға дайын деп. 15 кетіп қалса жоқ негізі ешқандай адам дайын болмайды ғой просто бұндай бойда күшті мынандай өмірімді қорқытқан жоқ дейсіз ба алып қашу ма әлде ұзату ма ұзату конечно ал егер бір бала алып қашып кетсе Қалатын емес. сенен туған жеріңнен алып қашқандар совет Сізге 3 күндік жігіттің өмірін берсе, типа кейпін не істейтін едіңіз, не өзгертетін едіңіз? исламның туын десе тоша туын сөзін ба білмеймін қазіргі өмірімді өмір сүріп жүре беретін шығармын Жоқ. 3 күн 3 күн жігіт боласыз, иә. Жоқ. Өзгертті сізді. И сіз не 3 күн жігіт боласыз не істеп көргің келеді Иә. Иә. ішуді қызықты іше бересің қасқа шығу керек айтсаңшы төбелесетін Не үшін? Қыз болсаңыз да төбелесе бересіз. кіммен қыз болсаң күшің жетпей қалады бәрібір Жоқ, бәрібір де қыз болсаңыз қыздармен төбелесіз. Басқаша қызықты. қызықты Жоқ, ба кетші. бұл сұрақ Шығып кетсін. бұл сұрақ қиын көшіп болып кететін нәрім басқа жаққа 3 Қыз болсаңыз да көше бересіз. енді 3 күн өмір болсын соны көшіп басқа жаққа өзімше өмір сүріп көргім келеді мысалы қайға көшіп кетеміз Қыз болсаңыз да бары көше бересіз. бірге қолы бірге қайта бірге білмеймін Естек қыз сонда. болсаң ондай нәрсе қош әкеш телефонды сен че камераның алдынан 3 рет өттің енді 4 ретін таяқ жейсің төртінші рет өтті ғой уже Қандай жағдайда жұмыстан шығып кетесіз? Қандай жағдайда? пенсияға дейін көп байлар десең қандай жағдайда дейсің ба
сол бағана пенсия туралы ба или вообще негізі қысым көп жасағанда жағдай. Болекке қарсы. ал если сізді жұмыста ешкім бағаламаса не істейсіз? Мен біреудің бағалаған, менің қалаған қажет ететін адам емес екен. Егер де сіз жануар болсаңыз, қандай жануар таңдайтын едіңіз? Мысықты таңдайтын едім. Не үшін? Біріншіден мысық байқамда мысалы ең сүйікті жануары. Екіншіден таза жүреді, всегда тазалықты сақтайды. Мысыққа кішкене не істеп кетсеңіз? Мысықтың дауысын сағыншы қызық болсын. Жоқ, мен айтатым, мяу деп сіз айтасыз. Ой, сен айтқан ғой. Мяу десең. Мяу деп қол деген сайын. Бір минуттың ішінде өзіңізді жамандаңызшы. Әзірге жалқау, еріншек, көп нәрсені артқа шегеріп, тақалған кезде істейді. Көп адамды сөзбен жеп қоятыны бар. Енді қалай айтса болады. Орын-орынмен ғой, бірақ жақпайтын адамдарды сразу сөзбен жеп кетеді. Мысалы? Мысалы? Тек қана сөзбен жесіз. Иә. Басқалай жемейсіз. Істе десең. Жігіттерді көбінесе сөзбен жеп тастайды. Басты қаруын сөз ғой. Жерін қабылдар. Болғанда соғаны жаман қасиеті. Егер де сізге бір сенің қолыңа ештеңе келмейді десе, сіз ол адамға жауабыңыз қандай болады? Негізі үндемей қоя салатын шығармын сол кезде, бірақ кейін бірден шыққан кезде көрсетесің деп деп сен кезінде өйстіп айтқансың. Сізден қандай жағдайда қауіпті адам шығады мысалы? Қандай жағдайда сіз жеке шекараны өткен кезде? Біз өте қалай жоқпыз ба негізі? Мынау и деген нәрсе ме әлде? Енді қолыңызда неңіз қандай мағына білдіреді сізге? Назерке. Ислам емес па не? Қолыңызда жүзіңіз ше? Жүзік жай таңдырамын. Кім сыйлаған деген сияқты? Өзім алған. Маған біреу сыйлаған емес, көбіне өзім алған жақсы болды. Шавкат қайдасың? Тренировкада? Сен, короче, маған кеш қазір срочно. Иә, жиналысқа кеш, сен маған керек болып отырсың. Қазір біз сізге телефон біреуге звондап беремін. Біреу осы біздің колледжде жұмыс істейтін ағай немесе апай болуы мүмкін да. Кім болатынын білмеймін енді. Сол апайға біз іс-қимылмен көрсетіп отырамыз. Сіз сол нәрсені сол апайға жеткізіп бересіз. Қандай жоқ бізде? Бүгін бізде кеше кімге звондадық біз? Кеше Меруерт Талғатқызына звондадық. Бүгін Ақмарал Талғатқызына звондаймыз. Бүгін Ақмарал Талғатқызына звондаймыз. Тиісті туысқандардан ұрып жатыр. Алло, selam Сапай, қалыңыз қалай? Назеркем ғой? Қай жақта Сапай? Не істеп жатырсыз? Ақмарал апай, мен сізді жақсы көремін ғой, білесіз ба, иә? Ақмарал апай, нақташы ислам ағай бар ғой, маған ұсыныс жасап отырып жүр. Енді неге де үйленуге жасап отырмын да, соған түсінбей жатырмын. Соны білмеймін, ішіп алған ба, әйтеуір сондай бірдеңе. Соны жұмыста жүріп ішіп алған ба, сонымен не етіп жатыр ғой. Телефон алып қойдым қазір енді звондаймын бірдеңе айтып айтып. Сол коворкингта отырғанбыз ғой, соны өзі ұйықтатып тастадым да қазір ислам ұйықтайды. Соны телефонын алып сізге сөйлесейінші бір деген болсын. Ақмарал апай,
топ кетті. мында жасап қойған Ислам шымаған деген. Мен өлтіріп тұрмын. Ислам уволен демес қой. Жақсы, негізі күшті болды. Зема, көбісі білмейді, зема деймін. Ағай, ол қаяқтан зема болады сізге деп айтып жатыр да. Негізі екеуміз ауылдаспыз. Бәріміз Созақ ауданы, Құмкент дейтін ауылдан, мен Шолаққорған дейтін ауылдан. Бірақ общий біздің ауылда жақын жерде. Зема деп айтамын. Зема деп білмейтіндер біліп жүргендер. Одан кейін осы біз иә шоу дейтін ютубтан аштық, оған барлығы тіркеледі. Соған осы ұйымдастырылатын сұхбатқа қандай идея айтасың, не дұрыс емес, нені алып тастау керек, нені қосу керек, сол жерде кішігірім нәрсе айтасың. Алып тастау керек деген нәрсе көрген жоқпын, негізі барлығы ұнады. Өте керемет дайындық болған деп айта аламын. Қосатында негізі идея көп қой, жан-жақта сұрақтарыңызды да көбейтсеңіздер болады. Мысалға әр адам примерно жарты сағаттай уақыт деген секілді. Неше түрлі жан-жақтың бір сағында емес, әр сұрақты әр жақтан әкеліп қойсаңыздар, солай ойлап қызығырақ болады. Адам уже миы шатасып отырған кезде шынайы жауап беріп сондай. Одан кейін әр адамға әртүрлі ойын ұйымдастыра көрсек. Мысалы біз звондасақ, келесі адам басқаша нәрсе. Бүгін бізде қонақта болған Наско Зема, Назеке Нұржанқызы. Осы шыққан видео бізде 1000 лайктан көп жинайтын болса, біз Назерке апайға өзіміздің кішігірім сыйлығымыз бар, соны табыстайтын боламыз. Қолдан келгенше лайк, комментарий, подписаться дейтін қонақына басып қойыңыздар. Бізден болыңыздар. Рахмет. Жақсы. You said no, 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 I said no, 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 no.